Сен намаз оқисың, шылым тарттың, демек намаз емес ол. Сен намаз оқыдың, күнә жасадың, демек ол намаз емес. Неге? Өйткені Алла тағала Құранда айтып тұр, намаз оқыған иесін арсыздықтан тыяды дейді. Сен намаз оқисың, боқтадың, біреуді балағаттадың, ғайбаттадың, демек сенікі намаз емес. Не істеу керексің сен? Саған намазды тұрғызу керек па, әлде намазды өтеу керек па? Біз намазды тек қана өтеп жүрміз. Құрметті бауырлар, біз намазды тұрғызуымыз керек. Алла бізден намаздың тұрғызылуын сұраған. Ақимус-салат, намазды тұрғызыңдар. Яғни қақын беріп өтеңдер. Дін келеді сендерге дейді. Сол кезде намаз сені қорғайды.